Бүгінгі жасайтын ойынымыз жасырылған суреттерді аш деп аталады. Мінекей, пока слайдан қосайық. Мінекей, әр объектіге дыбыс қосылған, және сонымен қатар көлеңкесі, және үстіне мынандай фонарик шығады. Оны жасау үшін мінекей жаңа слайд ашамыз. Макетке кіріп, пустой слайд басамыз. Мінекей конструкторға кіріп, формат фонға кіріп, рисунки файл деп фонын таңдадық. Фоны таңдалып тұр. Енді вставкаға кіріп, рисунок таңдап, фонарымызды қоямыз. Мінекей фонар қойылды. Енді тағы да вставкаға кіріп, рисунок таңдаймыз. Яғни қою керек суретімізді таңдаймыз. Мысалы, ол рисункидің ішінен мен кез келген бір сурет таңдайын. Мысалға, мына кісіні таңдайық. PNG форматта болу керек фотоларымыз. Осы суреттің копиясын тағы да қоямын. Екі копиясын қою керек біз. Екінші копиясын мышканың оң жағын басып, формат рисункаға кіреміз. Сөйтіп, мына ең соңғы тұрған форматқа кіріп, мұнда заготовкенің ішіне яркості төмендетеміз. Сонда мінекей яркость қараңғы түске өзгереді. Енді осылай үстіне жауып қойып, қазір анимациялар қоятын боламыз. Енді форматқа кіріп, область выделенияны ашып қоямыз. Яғни қазір анимация қойған кезде қай объектті қалай аталатынын көріп отыру керекпіз. Сонда бізге анимация қосу оңай болады. Енді анимация кіріп, область анимация қосып қоямыз. Енді мына көлеңкеге анимация қосамыз. Мінекей выходқа выцветание қосамыз. Яғни ол осылай выцветание болып жоғалады. Триггерге осы рисунок четін қоямыз. Осы рисунок четін басқан кезде ол жоқ болып кету керек. Ал мұнда фонарды басып, появление дегенді қоямыз. Мінекей появление астынан басталып тұр. Параметр эффекті кіріп, сверху дегенді қоссақ жоғарыдан шығады. Және мұнда секундын қоссақ болады. Триггерге рисунок четін қоямыз. Яғни мына қара объектіні қоямыз. Мышканың оң жағын басып, запускать вместе с предыдущим деп қосып қоямыз. Енді осының үстінен қойып, мұнда звук қосуға болады. Екі рет чертіп, звук таңдап, аплодисментті қосамыз, окейді басамыз. Мінекей дайын болды. Басқа да объектілерді осылай ретімен қоса береміз. Осы жұмыс тексеріп көрейік. Мінекей жұмысымыз дайын болды.